17 бөлім. Ухуд шайқасында болған оқиғалар. Өзінен басқа, сиынуға лайықты құдай болмаған Ұлы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы әрі елшісі, Мұхаммадқа, оның жанұясына, оның артынан ерген барлық сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум, сіздерге Аллахтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Екі әскер бір-біріне қарсы жылжыды. Ухуд тауының етегінде екі әскер бір-біріне жақындай түсті. Олардың әр қайсы өзінің қарсыласынан көз алмады. 3000 көп құдайшыл 700 имандыларға қарсы шықты. Имандылар Алла жолында шайқасуда, ал көп құдайшылдар шайтан жолында шайқасуда. Шайқас басталды. Көп құдайшылардың қатарынан сарбаздардың бірі шықты. Оның аты Талха ибн Аби Талха. Ол батырда күшті жауынгер еді. Ол жайлы адамдардың бәрі білетін. Ол мұсылмандарды жекпе-жекке шақыра бастады. Онымен жекпе-жекке сен мен шайқасам не Аллахтың жауы деп Az-Зубейр ибн Ауам шықты. Жекпе-жек қызып кетті. Az-Зубейр Аллахтың көмегімен қарсыласын жерге жығып, қылышымен шаншып өлтірді. Пайғамбар Аллах акбар деп тәкбір айтты. Шайқастың басы басталып кетті. Алла ұлы деп мұсылмандар айқайлап жатты. Пайғамбар расында әр пайғамбардың өзінің жақын шәкірті болады. Ал менің жақын шәкіртім Az-Зубейр деді. Мұсылмандар шайқасқа лап берді. Екі әскер қосылды. Мұсылмандардың ұраны Аллаху акбар. Я Алла, оларды өлтір деу болды. Бұл күні имандылардың әскері, имансыздардың әскерімен шайқасып жатыр. Көп құдайшылдардың туын бір жанұядан 6 адам көтерді. Ту көтеруші шайқасып жерге құлаған сайын, оның туын басқасы көтеріп отырды. Осылай бір жанұядан 6 ту көтеруші ауысты. Осыдан кейін ту көтерушілердің саны 10-ға жетті. Олардың бәрі Абу Даруның адамдары еді. Имансыздардың туы көтерілген сайын, оларды мұсылмандар өлтіріп отырды да, құлаған туды көп құдайшылардың басқасы көтеріп жатты. Мұсылмандар Алла жолында өздерін аямай, бастарын өлімге тігіп шайқасты. Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді. Аллах аштара минал муъминина أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Расында Алла олардың жанын, малын жәннатқа айырбастап сатып алды. Олар Алла жолында өздері өліп және басқаларды өлтіріп шайқасады. Аллахтың елшісінің қылышын алған Абу Жуждана басына қызыл шүберек ұрады. Онысы өлгенше шайқасам деген білдіретін еді. Ол сол күні ерлік танытты. Ол жайлы сахабалар біз оның қалай шайқасқанын көріп, расында оның пайғамбардың қылышына лайық екендігін түсіндік деп айтып жатты. Ол қарсыластарын оң солға шауып жерге құлатып жатты. Абу Жуждана шайқаста болған оқиғаларынан мынаны айтады. Мен бір аттылыны көріп, оның көп құдайшылдардың әйелдерін күзетіп жүргенін түсіндім. Мен оның жанына барып, қылышымды оның төбесіне көтеріп қалғанда ол айғайлап жіберді. Сонда мен оның әйел екенін білдім. Сол кезде мен Аллахтың елшісінің қылышына құрмет көрсетіп, қолымды түсірдім. Ол әйелдің мұсылмандарға қарсы шайқасып жатқандығына қарамастан, Абу Жуждана пайғамбардың қылышын құрметтеп, ол әйелді пайғамбардың қылышымен шаппады. Az-Зубейр, мен Аллахтың елшісінің туысы болсам да, ол маған қылышын ұстатпай оны Абу Жужданаға берді дейді. Бірақ мен Абу Жуждананың қалай шайқасқанын көріп, оның сол қылышқа лайықты екендігін түсіндім дейді. Мұсылмандардың қатарында мұсылман үмметінің батырларының бірі шайқасты. Ол арыстан секілді шайқасты. Ол шайқасқа арыстан секілді атылып, оған кімнің қарсы шайқасып жатқанына мән бермеді. Ол көп құдайшылдардың аттылысын көрсе, соған қарай жүгіріп оны құлатып жатты. Онымен кездескеннің бәрі өлім татуда еді. Бұл кім болды? Бұл Аллахтың арыстаны, пайғамбардың арыстаны еді. Бұл адам Хамза ибн Абдул-Муталиб. Ол Алла жолында жанын салып соғысты. Имандылар осындай еді. Олардың әр қайсысы 4 көп құдайшылға қарсы соғысты. Бірақ олар бұған мән бермеді. Өйткені олардың имандары мықты еді. Өйткені олардың жүректеріндегі сенімі шынайы еді. Олар Алла жолында, оларға қарсы кім қалай соғысып жатқандығына мән бермеді. Көп құдайшылдардың мұсылмандардан алған жарақаттарының салдарынан қан төгіліп жатыр. Алла жолындағы ұлы шайқас қызып күш алып келеді. Шайқас шиеленісіп, соғыс қызуда.
мейірімді Аллахтың құлдары шайтанның қол шоқпарларымен соғысып жатыр. Мінеки, Хамза ибн Абдул-Муталиб қарсыластарын жапырып жатыр. Оның артынан бір көп құдайшыл аңдып жүр. Ол бұл жерге соғыс үшін келген жоқ. Ол соғыс майданында Хамзаны өлтіру үшін жүр. Ол көп құдайшылының есімі Уахши ибн Харб. Хамзаның өлімі үшін оған құлшылықтан босау уәде етілді. Уахши былай дейді: мен өзімнің найзамды дайындап қойдым да, Хамзаны өлтіруге болатын ыңғайлы сәтті аңдадым. Мен оның қалың шайқасының ортасынан көрдім. Ол сұр түсті түйе секілді болды. Ол құрайыштардың қатарын бұзып, оған қарсы ешкім тұра алмады. Мен тастың артында, ағаштың артында тығыл ыңғайлы сәтті күттім. Ыңғайлы сәт келгенде, найзамды көздеп, Хамзаға қарай лақтырып, оған дәл тидім. Бұл Аллахтың арыстаны еді. Оның елшісінің арыстаны еді. Уахши әңгімесін былай жалғастырды. Ол орнынан тұрып, маған жетпекші болды, бірақ жете алмай, жарты жолда жан тапсырып құлады. Оның өліміне көзім жеткен соң, найзамды алып, шайқас болып жатқан жерден қашып кеттім. Өйткені менің ісім Хамзаны өлтіру ғана еді. Мұсылмандардың арасында Аллахтың арыстанының өлімі жайлы тарап кетті. Бірақ олар бұған қарамастан шайқаса берді. Өйткені олардың шайқасы ұлы да құдіретті Алла үшін болды. Мінеки Абу Бакр, мінеки Омар, міне Әли, ана жерде Саад ибн Абу Талха, Az-Зубейр, Мусхаб, олардың барлығы соғыс алаңында айбат шеккен арыстан секілді. Олар Аллахтан басқа ешкімнен қорқпайды. Олар соғыста өлім іздеп жүр, бірақ өлім олардан қашуда. Олар Аллахтың батырлары еді. Олардың арасында Ханзала есімді ер кісі болды. Ухудтағы соғыс оның неке түніне сәйкес келді. Алла жолындағы күреске шақырушының үндеуін ести сала, ол неке түннен кейін шомылуға үлгерместен шайқасқа асығып кетті. Ол көп құдайшылдардың қатарына өтіп, имансыздардың басшысы Абу Суфиянға жетті. Ханзала оған асығып оны өлтірмекші болды. Қылышын көтерді. Бірақ қылышын көтерген мезет арқасынан соққы алып өзі қаза тапты. Ол дін жолында шахид болып өлді. Пайғамбар оны жер мен көктің ортасында періштелер шомылдырып жатқанын көрді. Сол күннен бастап оны шомылдырылған Ханзала деп атап кетті. Бірақ шайқас жалғасуда. Көп құдайшылдардың қаны өзен тәріздес ағып жатыр. Оларды мұсылмандар өлтіріп жатыр. Мінеки көп құдайшылдардың туғылады да оны көтеретін ешкім табылмады. Халид ибн Валид мұсылмандардың арт жағынан соққы бергісі келді, бірақ өте алмады. Садақшылар әскердің артқы бекінісін жақсы қорғауда еді. Оны ешкім өте алмады. Садақшылар мұсылмандарды жақсы қорғады. Көп құдайшылдар дүниелерін қалдырып қаша бастады. Ал мұсылмандар болса жатқан олжаны жинай бастады. Бұны таудың төбесінде садақшылар көрді. Олар бауырларының олжа жинап жатқандықтарын көріп бір-біріне олжа дей бастады. Осыдан кейін төмендегі мұсылмандарға олжа жинау үшін түсті. Садақшылардың басшысы Абдулла ибн Жубейр оларға: "Я Аллахтың құлдары, орындарыңда қалыңдар, орындарыңда тұрып, Аллахтың елшісін тыңдаңдар" деп айғайлады. Бірақ садақшылар түсіп, Абдуллахпен бірге кішігірім ғана топ қалды. Бұл жайлы ұлы да құдіретті Алла Тағала Құран аяттарымен былай дейді: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. Дегенмен Алла өздеріңе сүйген нәрселерін көрсеткеннен кейін осалдық қылып берілген әмір жайында таластыңдар да қарсы келдіңдер. Бұны Халид ибн Валид байқап қалды. Ол өзінің жасағымен мұсылмандардың арты қорғаусыз қалғанын аңғарды. Сол кезде ол тауды айналып өтіп, мұсылмандарға Абдуллах пен оның жанындағы кішігірім топтан басқа ешкім қалмаған артқы жағынан кіреді. Сондықтан оларға Халид шапқанда олардан ешкім аман қалмайды. Шіркін, олар таудан түспей орындарында тұрса еді. Алла Тағала Құран аяттарында былай дейді: Сендерден біреулер дүниені қалайды да, біреулер ақыретті қалайды. Олар шайқаста шахид өлімін тапты. Халид ибн Валид бұл сәтті жібермеді. Мұсылмандарға арт жағынан шапты. Ал мұсылмандар болса бұл уақытта қаруларын қойған болатын. Өйткені көп құдайшылдар соғыс алаңынан қашып кеткен еді. Олардың бәрі олжа жинап, жеңістерінде күмәнданбаған болатын. Бірақ арт жақтан Халид ибн Валид шапты. Халид ибн Валидтің атты әскері соғыс алаңына кірді. Пайғамбардың жанында оның бірнеше сахабалары ғана қалды. Ал олардың көбі одан алыс жерде еді.
Пайғамбар жаудың арттан келгенін байқап сахабаларын «Я Аллахтың құлдары, я Аллахтың құлдары» деп шақыра бастады. Оның шақыруын Халид естіп қалды. Көп құдайшылдар да пайғамбардың даусын естіп қалды. Сонымен олар оның қай жақта екендігін біліп алды. Сол мезет олар оған қарай оны өлтірмек болып асықты. Ал онымен бірге бар жоғы 7 ансар мен мұхаджирлердің екеуі ғана еді. Олардан сан жағынан анағұрлым көп болған көп құдайшылдар аттарымен шауып келгенде пайғамбар сахабаларына «Кім бізді олардан алыстатса, оған жәннат болады. Кім оларды бізден алыстатса, ол жәннатта менімен бірге болады» деді. Сол кезде меккеліктерге қарсы соғысқа ансарлардың бірі кіріп кетіп, қаза болғанша шайқасады. Осыдан кейін екінші ансар шығып, содан соң үшінші ансар шығып, солай 7 ансардың бәрі жан тапсырғанша шайқасады. Пайғамбардың оң жағында Сағат ибн Абу Вақас, ал сол жағында Талха ибн Убейдуллах қалды. Сол күні Талха мен біреу теңесермекен. Пайғамбар Сағат ибн Абу Вақасқа жебелерін беріп, «Атия Абу Вақас, менің әке-шешем сен үшін төлем болсын, Атия Абу Вақас» деді. Пайғамбар бұндай сөздерді тек Сағат ибн Абу Вақасқа ғана айтқан. Бірақ көп құдайшылдар пайғамбарға жетіп, оған оқ атып, тастап оны жаралады. Оның бетінен қан ағып, алдыңғы тісі сынды. Ибн Қамия дейтін көп құдайшыл пайғамбарға өзінің атымен жетіп, оны дуылғасынан соға алды. Соның салдарынан дуылғасының 2 темір оның бетіне кіріп кетті. Пайғамбар болса Ибн Қамия қарап, «Алла сені масқараласын» деді де бетін сүртті. Осыдан кейін ол өздерінің пайғамбарының бетін жаралаған халық қалайша жетістікке жетпек, өз пайғамбарының бетін жаралаған адамдар қалайша жетістікке жетпек деді. Алла тағала осы уақытта мына аяттар түсірді. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Ешбір іс сенің еркіңде емес. Алла олардың тәубелерін қабыл алады. Не болмаса олар жазалайды. Өйткені олар залымдар. Пайғамбар Алла тағалаға: «Я Алла, менің халқымды кешір. Олар не істеп жатқандықтарын түсінбейді. Я Алла, менің халқымды кешір. Олар не істеп жатқандықтарын түсінбейді» деп дұға жасады. Көп құдайшылдар пайғамбарға жетіп қалғанда Аллахтың елшісіне ансарлардың бір тобы көмекке үлгерді. Пайғамбар оларға қарсы кім шығады деді. Талха мен деп жауап берді. Бірақ пайғамбар оған жоқ, Талха отыр деді. Сонда ансарлардың бірі пайғамбардың сахабалары келгенше асықты. Ол жан тапсырғанша шайқасты. Одан кейін шайқасқа екіншісі кірісті. Үшіншісі, осылайша 10 адам қаза болды. Сол кезде Талха тағы да шықпақшы болды. Өйткені онан басқа ешкім қалмады. Дәл сол кезде пайғамбар оған: «Я, қазір сен шық, я Талха. Я, қазір сен шық, я Талха» деді. Талха оң жағындағылар мен сол жағындағыларын құлатып ерлікпен шайқаса бастады. Бірақ ол да ауыр жарақаттар алды. Талха оған Аллахтың ризашылығы болсын, саусақтарынан айырылғанша соғысты. Ол «Хасси» деп айғайлап қалды. Арабтар бұл сөзді жандарына бір нәрсе қатып атқанда айтатын. Пайғамбар оған: «Егер сен бисмилля дегенде періштелер сені адамдардың көзінше көтеріп әкетер еді» деді. Сол күні сахабалар пайғамбарды қорғауда еді. Талха ол күні қолдарына ауыр жарақаттар алды. Ол 30-дан астам жарақат алса да қиындықтарға шыдап Аллахтың елшісін қорғап шайқасты. Алыстан бірінен кейін бірін өлтіріп жатқан, Аллахтың елшісін қорғап жатқан топты көргенде сахабалар таң қалды. Сахабалар Халид ибн Уалидтің өтіп кеткеніне таң қалды. Көп құдайшылдар пайғамбарды көздеп жүгіріп жатты. Саптар араласып кетті. Жау қайда, дос қайда, адам түсініп болмайды. Енді көп құдайшылдар мұсылмандарды өлтіріп шауып жатты. Олар пайғамбарға жақындап қалды. Бірақ имандылардың тобы Аллахтың елшісін қорғауда. Пайғамбардың айналасындағы шайқас күшеюде. Көп құдайшылдардың бәрі оған жетіп оны өлтіргілері келеді. Өйткені олар Мұхаммадты өлтіргеннің құнының қандай екенін жақсы біледі. Пайғамбардың айналасында оны қорғап жатқан имандылардың кішігірім тобы болды. Пайғамбар қазылған шұңқырлардың біріне түсіп кетті. Одан оны Али шығарып алды. Ал Талха болса оған көмектесті. Ал пайғамбардың жарақатынан қан тоқтамастан ағып жатты. Оны осы күйде Абу Убейда ибн Жаррах көрді. Оның бетіне кірген 2 темір әлі алынбаған болатын. Сонда Абу Убейда ол темірлерді тісімен алып, тістерінің бірнешеуін сындырып алды. Артынан ол осы сынған тістерін өмірінің соңына дейін мақтаныш тұтады.
Пайғамбардың жарақаттарынан қан тоқтамастан ағып жатты. Ал сахабалар оның жанына жиналды. Абу Тальха да оларға қосылып, пайғамбарды қорғауға тұра алды. Ол садақ тартушылардың шебері еді. Пайғамбар оған оқ беріп тұрды. Абу Тальха оқ атып жатты да, ал Аллахтың елшісі басын көтеріп, оның оқтарының тиген жерлерін бақылап отырды. Абу Тальха кеудесімен мойнын Аллахтың елшісіне оқ тимесін деп тосып жатты. «Я Аллахтың елшісі, ол жаққа қарап басыңды көтерме, саған олардың ұшқан оқтарының бірі тиіп кетпесін, одан да мен өз мойнымды тосайын» деді Абу Тальха. Абу Джуждана алыстан Аллахтың елшісіне қарай оқтардың ұшып жатқанын байқады. Ол ойланбастан Аллахтың елшісіне қарай асықты. Абу Джуждана пайғамбарды өзінің денесімен жапты. Оқтар ол жаққа зымырап жатыр. Оқтар Абу Джуждананың арқасына қадалып жатты. Бірақ ол орнынан қозғалмады. Бұның бәрін олар Аллахтың елшісіне деген сүйіспеншіліктің әсерінен және оны қорғау үшін істеп жатыр. Имара дейтін әйел, мұсылмандардың қатарлары әлсіреп, көп құдайшылдар пайғамбарға қарай шауып жатқанын көргенде, оны әйел болса да шайқасқа кірісіп кетті. Бұл шайқаста Мұсхаб ибн Умейр мұсылмандардың туын көтерді. Көп құдайшылдар оны найзаларымен, садақтың оқтарымен атқылай бастады. Сонда оның денесінен 80-ге жуық жарақат тапқан. Шайқаста Мұсхаб ибн Умейрдің оң қолын шауып алады. Сонда ол туды сол қолына алды. Ал оның сол қолын шапқанда ол тізерлеп туды кеудесімен ұстап тұрды. Сонда оған көп құдайшылдар найзаларын жаудырды. Мұсхаб ибн Умейр осындай еді. Иә, бұл сол баяғы байда атақты жанұядан шыққан нәзік жанды сылқым жігіт. Қазір Аллахтың елшісі үшін, осы дін үшін өзін құрбан етіп жатыр. Ал көп құдайшылдар болса оны найзалармен сұққылап жатыр. Алла тағала Құранда бұл жайлы былай дейді. لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Олар Алла жолында бастарына күн туғанда босамады да осалдамады. Мұсылмандар пайғамбардың жанына жинала бастады. Қатарлар араласып, адамдар кімнің кім екенін шатастыра бастады. Хузейфа ибн Әл-Иман алыстан өзінің әкесіне мұсылмандардың шапқанын көріп, бұл менің әкем ғой деп айтуға ғана шамасы келді. Бірақ олар тоқтата алмады. Мұсылмандар оны көп құдайшыл деп шатастырып алды. Сонда Хузейфа, сендерді Алла кешірсін деді. Кейбір мұсылмандар да өздерінің адамдарының қолынан қаза тапты. Өйткені саптар араласып бәрі шатаса бастады. Ешкім қайда барарын ұқпай, пайғамбардың қайда екендігін білмеді. Мұсылмандардың шағын тобы пайғамбарды қорғап жауып жүрді. Бірақ қалғандары не болып жатқанын білмеді. Осы уақытта Иблис Мұхаммад өлді деп айғай салды. Ибн Қамия Мұсхабты өлтіргенде оны пайғамбар санап, мен Мұхаммадты өлтірдім деп жар салды. Бұны мұсылмандардың кейбір естіп жатыр. Бұл хабар оларға қатты әсер берді. Олардың жеңіске деген құштарлығы жоғалып жатыр. Аллахтың елшісі қаза тапты. Олардың кейбірі соғыс алаңында отыра кетіп жылай бастады. Ал енді кейбірі өздерінің сүйіктілерінің өлімінің салдарынан соғыс алаңын тастап жатты. Анас ибн Надир кейбір мұсылмандардың соғыстан кетіп жатқандықтарын көріп олардан, сендер не істеп жатырсыңдар деп сұрады. Аллахтың елшісі қаза тапты деп жауап берді олар. Сол кезде ол, онда сендерге бұл дүние не үшін керек? Аллахтың елшісінің өлімінен кейін сендер несіне өмір сүрмексіңдер деді. Ол өзіндегі артық нәрселерін бәрін тастап, қылышын қолына алып, көп құдайшылдарға қарай бағыт алды. Кетіп бара жатып ол Сағат ибн Мұғазды кездестіріп одан, сенің қол қусырып отыруыңа не себеп деп сұрады. Ол, Аллахтың елшісі қайтыс болды, я Анас деп жауап берді. Аллахтың елшісі қайтыс болса, бізге өмір не керек, я Сағат? Мен жәннаттың жұпар иісін сағындым. Мен жәннаттың жұпар иісін Ухуд жақтан сезіп тұрмын деді де, қылышын көтеріп, көп құдайшылдардың қатарына қарай жақындады. Оны соққының астына алды. Ал ол болса жерге құлап түскенше алдыға қарай жылжи берді. Жәннатқа жақындау қандай тамаша десейші. Ол ғажап та, ондағы сусындар салқын. Ол өзінің пайғамбарға берген антына сәйкес өлімге бас тікті. Ансарлардың бірі өлім аузында сахабаларға былай деді: егер Аллахтың елшісі жан тапсырса, онда ол өзінің хабарын жеткізді. Тұрыңдар да, ол не үшін жан тапсырған болса, сендер де сол үшін жан тапсырыңдар. Алла тағала мына Құран аяттарын түсірді.
Олар Алла жолында өлтіріп те, өздері де жан тапсырып шайқасты. Көп құдайшылдардың арасынан Убай ибн Халяф дейтіні пайғамбардың өлмеген түсінді. Сонда ол оны іздестіріп, оны қорғап жатқан топқа жетті. Ол: «Мұхаммад қайда? Ол құтылмай, мен құтылмаймын. Ол тірі болса, мен тірі болмаймын» деп олардан сұрап, пайғамбарды жекпе-жекке шақырды. Пайғамбардың жарақат алғанын білетін сахабалар: «Біз оған қарсы шығайық па?» деп сұрады. Пайғамбар жоқ деді де, осыдан кейін пайғамбар қолына найза алды. Убай оларға жақындаған уақытында ол оған найзасын лақтырып, тамағына тигізді. Убай болса Құрайштарға: «Мұхаммад мені өлтірді» деп айғайлап оралды. «Мұхаммад мені өлтірді» деді де, ол арада бірнеше сағат өтісімен мерт болды. Саптар түзеліп, әр жауынгер кімнің кім екенін түсінді. Кейбір мұсылмандар ала сапыранда тауға қашты, кейбірі пайғамбардың тобына қосылып үлгерді. Енді араларында соғыс алаңын тастап кеткендер де, қаза тапқандар да болды. Осы уақытта көп құдайшылдар өлген адамдардың денесін тілгілеп, түрлерін бұза бастады. Хин бин Утба, Хамза ибн Абдул Муталибтің денесіне барып, оның бауырын кесіп алып шайнай бастады. Осыдан кейін оның құлағы мен мұрнын кесіп түрін бұза бастады. Бұның бәрін ол Аллахтың елшісіне деген және ислам мен мұсылмандарға деген жек көрушілігінің салдарынан жасады. Мұсылмандар пайғамбардың жанына жиналды. Олар оны көп құдайшылдардан қорғады. Көп құдайшылдар өздерін жеңімпаз санап, Мұхаммадты өлтірдік деп есептеді. Пайғамбар сахабалардың жанында болды. Али оған су құйып, Фатима оның қанын жуып жатты. Фатима қанның тоқтамай ағып жатқанын байқап, бір өрме алып, оны жағып пайғамбардың жарасына басады да аққан қан тоқтайды. Осылайша пайғамбардың жанындағы адамдар оның қамын ойлайды. Көп құдайшылдардың әскерінен олардың басшылары болған Абу Суфиян: «Мұхаммад сендердің араларыңда ма?» деп айғайлап даусын шығарды. Оған ешкім жауап бермеді. Осыдан кейін ол: «Абу Бакр араларыңда ма?» деп сұрады. Бұл жолда оған ешкім жауап бермеді. Осыдан кейін ол: «Омар сендердің араларыңда ма?» деп сұрады. Бұл жолда мұсылмандардың бәрі тыныштық сақтады. Бірақ артынан Омар көтеріліп Абу Суфиянға: «Әлі саған талай өкініш әкелетін адамдарды Алла тағала сақтады, я Абу Суфиян» деді. Бұған Абу Суфиян: «Хубальдың дәрежесі көтерілсін» деді. Сонда пайғамбар мұсылмандарға: «Сендер жауап қайтармайсыңдар ма?» деді. Олар: «Біз не дейік?» деп сұрады. Оларға: «Алла әлде қайда жоғарды құдіретті деңдер» деді. Сахабалар: «Алла бәрінен де құдіретті, әр жоғары» деді. Осыдан кейін Абу Суфиян: «Бізде Әл-Узза бар, ал сендерде ол жоқ» деді. Пайғамбар мұсылмандарға Абу Суфиянға жауап берулерін айтты да, олар не жауап айту керек екендігін сұрады. Сонда пайғамбар оларға: «Алла біздің қорғаушымыз, ал сендердің қорғаушыларың жоқ деп айтыңдар» деді. «Егер сендерді Узза қорғаса, онда біздің қорғаушымыз әлемдердің қамқоршысы». Осыдан соң Абу Суфиян: «Бұл күн Бадырдағы күн үшін екі жақтың қазасы теңелді» деді. Оған Омар: «Бұл күндер бірдей емес. Біздің қаза болғандар жәннатта, ал сендердің қаза болғандарың тозақта» деді. Мұсылмандар мен көп құдайшылдар тең емес. Осыдан кейін Абу Суфиян Омарға көтерілуін сұрады да пайғамбар Омарға шық деді. Омар шыққанда Абу Суфиян одан: «Мен сенен Аллах үшін сұраймын, айтшы, Мұхаммад сендердің араларыңда тірі ме?» деп сұрады. Омар: «Иә, ол тірі және дәл қазір сені естіп тұр» деді. Сонда Абу Суфиян Омарға: «Мен саған Ибн Қамияға қарағанда көбірек сенемін» деді. Ибн Қамия деген ол пайғамбарды өлтірдім деп жүрген көп құдайшыл. Осыдан соң Абу Суфиян: «Біз сендермен келесі жылы Бадырдың жанында кездесеміз» деді. Пайғамбар сахабаларына: «Иә, келістік» деп айтқызды. Ухудтағы соғыс аяқталды. Екі жақтың да жеңісі айқын емес еді. Сондықтан олар келесі жылғы кездесуге келісті. Әр жақ өзінің тоқтаған орындарына қайтқанда, пайғамбар қаза тапқан мұсылмандарды табу үшін сахабаларын жіберді. Бұл күні 70 мұсылман қаза тапты. Пайғамбар Сағат ибн Рабияны іздестіруге адамдар жіберіп, Сағат ибн Рабияны тауып, одан оның жағдайын сұраңдар деді. Оны қаза тапқандардың арасынан іздестіре бастады. Сағатты өлім аузында соңғы демін алып жатқан жерінен тауып оған пайғамбардың айтқандарын жеткізді. Сонда ол: «Оған менің сәлемін жеткізіңдер, және оған менің жәннаттың жұпар иісін сезіп жатқанымды айтыңдар, және менің руластарым ансарларға: егер олардың тірісінде Аллахтың елшісіне көп құдайшылдардың қолы жетсе, онда сендерде игілік болмайды деп айтыңдар» деп осы сөздерді айтқан соң, оған Аллахтың ризашылығы болсын жан тапсырды. Алла тағала Құран аяттарында былай дейді: المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Müminlerden Allah'ta деген уәделерін шындыққа шығарған ерлер бар. Олардан кейбіреу жанын құрбан қылды, және кейбіреу күтуде. Олар серттерін әсте ауыстырмады. Сахабалар Усейрим дейтін адамды оның соңғы демінде тауып алды. Ол адамға ұзақ уақыт бойы ислам ұсынып, бірақ ол оны қабылдамай жүрген болатын. Одан сен өзіңнің руың үшін соғысуға келдің бе, әлде ислам қабылдадың ба деп сұрады. Ол Аллахтың атымен ант етемін, мен ислам қабылдағым келді. Мен Аллах пен оның елшісіне иман келтірдім деді. Осы сөздерден кейін ол жан тапсырды. Пайғамбар ол жайлы, ол бірде-бір рет намаз оқымаса да, ол жәннатта деді. Қаза болғандардың арасында Мухайрик есімді яһудиді табады. Шайхас басталардың алдында ол өзінің руына, сендер Мұхаммадқа көмектесуге тиісті екендеріңді білесіңдер деді де өзі қару алды. Бірақ оның руындағы адамдар оған, бүгін сенбе емес пе, я Мухайрик деп қарсы шықты. Сендер үшін ешқандай сенбі жоқ деп жауап берді ол. Ал егер мен өлсем, менің дүниемді Мұхаммадқа беріңдер деді. Бұл яһуди мұсылмандармен қатар соғысты. Оны көріп пайғамбар, Мухайрик яһудилердің ең жақсысы деді. Пайғамбар Хамзаны көргенде көзіне жас алды. Оның денесін бұзып, құлағы мен мұрны кесіліпті. Қарнын жарып, ішек қарнын төгіпті. Оны көрген Аллахтың елшісі жылап, маған бүгінгідей залымдықты ешқашан көрсеткен емес деді. Осыдан кейін ол, Аллахтың атымен ант етемін, мұндайды мен олардың 30-ына жасаймын деді. Бұған Алла тағала мына аяттар түсірді. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Егер сендер оларды жазалайтын болсаңдар, онда олар сендерді жазалағандай жазалаңдар. Бірақ та, егер сендер сабыр сақтасаңдар, онда бұл сабыр сақтаушылар үшін жақсырақ болады. Пайғамбар мен сабыр сақтаймын деді де, олардың ісін Алла тағаланың сотына қалдырды. София өзінің бауыры Хамзаны іздеп келгенде пайғамбар оның баласы Сүбейрге анаңа қайғырмас үшін оны көрсетпе деді. Ол анасына, анашым оған қарамай-ақ қой, оның түрі бұзылған деді. София, мен сабыр сақтаймын деді. Оның бұзылған денеге қарауға батылдығы жетті. Ол шыдап Аллахтың сыйынан үміт етті. Жаралылар мен қаза болғандар. Мұсылмандар қайтыс болғаннан кейін оларды орайтын кебісте таба алмады. Мұсхаб ибн Умейр үшін орайтын мата таппады. Оның аяғын жапса, басы ашылып жатты да, ал басын жапса, аяғы ашылып жатты. Бұл сол байлық пен молшылықта өмір сүрген меккелік жігіт еді. Осы сағаттарда Алла тағала келесі аяттар түсірді. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Алла жолында қаза болғандарды өлді деп ойлаушы болма. Жоқ, олар тірі және Раббыларынан несібелерін алуда. Сахабалар қайғыра бастады. Ал пайғамбар оларға, олардың ақыретте тіріліп өзінің олар үшін куәлік ететіндігін айтты. Олардың жараларынан қан ағып, қанның түрі сондай болса да, иісі жұпар иісті майдай болады. Расында олар қазір тірі де, жәннаттың жемістері мен өзендерінің арасында. Осыдан кейін сахабалардың көңілі орнықты. Өйткені олардың достары Алла жолында шахид болды. Қайтыс болғандар жерленді. Бұл қайғылы сәттер еді. Оларды бір қабірге екеуден, үшеуден жерледі. Пайғамбар алдымен қабірге Құранды көп білетіндерді қойды. Ал одан кейін басқаларын қойып жерледі. Ол олар үшін дұға жасап, олармен қоштасты. Бұл үлкен қайғы болды. Дегенмен, олы да құдіретті Алла олардың дәрежесін көтеріп, шахид еткісі келді. Мұны көріп тұрғандарыңыз Ухуд тауы, ол жәннаттағы таулардың бірі болатындығы белгілі. Ал мынау Таллаға ұқсайтын кішкене тау болса, ислам тарихында Ар-Румат тауы, яғни садақшылар тауы деп аталып кеткен. Осы екі таудың арасында ислам тарихындағы ең маңызды шайқастардың бірі болып саналатын Ухуд соғысы болып өтті.
Енді осы садақшылар тауының үстіне шығып, сондағы болған оқиғаларды еске алайық. Ухуд соғысы басталып кетті. Аллах тағала мұсылмандарға тағы да жеңіс сыйлады. Мына мен келе жатқан таудың үстіне арнайы қалдырылған садақшылар дұшпан әскерінің шегіне бастағанын көріп, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әмірін орындамастан төмен қарай жүгіре жөнелді. Мұсылмандардың ондағы мақсаты дұшпан әскер тастай қашқан олжаны иемдену еді. Садақшылар өз орындарын тастап кеткенін байқаған дұшпан қолбасшысы Халид ибн әл-Уалид тауды айналып келіп, мұсылмандардың ту сыртынан соққы берді. Соғыс жағдайы бір сәтте өзгеріп шыға келді. Жеңіске жетуге аз қалған мұсылмандар кенеттен қоршауда қалып, жеңіліске ұшырады. Мұсылмандар көп адамға шығындалды. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдыңғы тістері сынды, қабағы жарылды. Дулығасы екі жерінен тесіліп, оның темірі бетін жаралады. Мұсылмандар оны ортаға алып, дұшпан найзаларымен қылыштарынан қорғап бақты. Аллах тағала мұсылмандардың табандарын нықтап, дұшпан қоршауынан аман алып шықты. Ал біз болсақ, Аллахтың елшісіне, Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.